Ең бірінші маған бұл керек, қайшы керек. Онда ою алдым. Тапса сосын бор сызатын. И сызғыш керек. Сызғышны балалар қисет тастаған, төтпеден ол. Алдымен бұлымды алып аламын. Бұлымды дайындап аламын. Бұлдың былай сызған кезде түтігі жоғары қарайды. Ең керек размерін осылай өлшеп аламын. 10 бетін теріс бір-біріне қаратып қойып аламын. Маған керек өзінің размерді өлшеп аламын. Осылай киімді қойып, сол мөлшерде былай керек сызып алатын боламын. Енді сызып алғанды қиып алатын боламын. Алдыңғы жағын кішкене былайдан ойық жасап аламын, ойық қып. Алдын артын осылай қиып алдым. Енді артқы бөлігін тура біріктіріп бір-біріне. Кішкене былайдан қиып өтем, қиып алатын болып жатты. Аты түймес. Артта осылай қиып алдым. Мен астан осылай қиып алдым, бәрі өлшеп. Енді алдыңғы мен артқы бөлігін бір-біріне беттестіріп, 10 бетін. Екі иығын машинаға тығып алатын боламын. Осы жерді тығып аламын. Дәл солай астарлы бөлігін 10 бетін бір-біріне қаратып, онда екі несін тығып аламын боламын. Иығын тығып аламын. Ана қолтығының астынан, тура сол қолтығының астынан мен бауға 3 сантиметр етіп тісі кететін боламын. 3 сантиметр. Тура екінші жағынан да 3 сантиметр тісі кететін боламын. 3
Енді жилеттің астыңғы жағын осылай тігіп қоямын, екі жағында. Жилеттің алдына оюды тура ортасын дәлдеп алып, ортасына оюымды қойып, чет-четін жақсылап тұрып, иінемен шаншып аламын. Қозғалып кетпес үшін шаншып аламын. Мен оюды өтікке басып алдым. Көрдіңіздер, е? Ендігі мойын жағын тігіп аламын. 2 сантиметр ішке қайырып, машинамен жүргізіп өтемін. Мен бәрін тігіп алдым. Енді бұны қоя тұрамын. Енді маған бау керек болды. Енді бауын жасап алатын боламын. Бағана қалған бұлымды алып, Марьямға жас жігіттер ұнайды. Және де осындай киікті жігіттер ұнайды. Өте сымбатты, күшті жігіт деп отыр. Сондан да болашақта жақсы бір жұп болады. 5,5 сантиметр өлшеп аламын. Жигіді тігіп шықтым. Сіздер қалауларынша осылай қалдырсаңыздар болады. Ал мен қазір бұған әшекей сәндеп шығатын боламын. Дайын әшекейді мойнына, жанына бәріне осылай тігіп аламын.
Видео ұнаса лайк басып тіркеліп отырайық. Келесі видеода жолыққанша.